Сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін Smiles 3-ші сыныптың 34-35 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, подписацияны басып, қолдап кетуіңді өтінемін. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Гүлнара's Daily Life, яғни Гүлнараның күнделікті күн тәртібі, күнделікті өмірі. Бір күн немен айналысады, не жасайды, сол туралы айтылатын болады. Мысалға, таңертең ұйқыдан тұрады, жуынады, мектепке барады, үйіне қайтады, түскі ас жеді, сабақ оқиды, теледидар көреді деген суреттер берілген. Сол суреттерді толығырақ ашып, орындап сабақ өтетін боламыз. Look at Gulnara's daily routine and the number. Бірінші тапсырмада Гүлнараның бір күндік күн тәртібіне қара және де сандарды қойып шық дейді. Мысалға, A2 деген санды қойыпты, get up. Яғни екінші суретте ол ұйқысынан тұрады. Тура солай кезекпен кезек барлығын қойып шығатын боламыз. Келесі B, have dinner. Кешкі ас ішу. 6, 6, B6. Келесі go to school. Мектепке бару. 4, come home from school. Мектептен үйге қайту. 5, watch TV. Теледидар көру. 8, have breakfast. Таңғы ас ішу. 3, go to bed. Ұйқыға жату. 1, do my homework. Үй жұмысын жасау. 7. Дәл осылай өздеріңіз қойып шығатын боласыздар. Келесі екінші тапсырма. Look, read and say yes or no. Қара, оқы және де я немесе жоқ деп жауап береміз. Яғни 10 сағат берілген және де оның түстері берілген. Осының түстері сәйкес келеді ме жоқ па, сөйлем дұрыс па дұрыс емес па, соны айтатын боламыз. Мысалы, бірінші сөйлем. The first and the 9th clocks are blue. Бірінші және 9-шы сағаттар көк дейді. Бірінші және 9-шы сағат қызыл түсті болғандықтан біз no, жоқ деп жауап береміз. Екінші сөйлем. The 5th and the 10th clocks are yellow. 5-ші және 10-шы сағаттар сары дейді. Дұрыс. 5-ші сағат және 10-шы сағат сары болғандықтан yes, деп жауап береміз. The 2nd and the 6th clocks are green. 2-ші және 6-шы сағаттар жасыл. 2-ші және 6-шы сағаттар қызғылт болғандықтан no деп жауап береміз. The 7th and the 8th clocks are blue. 7-ші және 8-ші сағаттар көк, дұрыс, yes. The 3rd and the 4th clocks are orange. 3-ші және 4-ші сағаттар оранжевый дейді. Қызғылт сары, жоқ, ондай емес. Сондықтан біз no деп жауап береміз. Келесі үшінші тапсырма. Talk with your friend. Өзіңнің досыңмен сөйлес дейді. Және де бұл where is, қайда орналасқан дегенді білдіреді. In front of алдында, between арасында, on үстінде, in ішінде, under астында. Осы сөздерді пайдаланып, сұраулы сөйлем құрастырып, берілген 5 сөзді досыңнан сұрайтын боласын. Лаптоп, ноутбук, clock, сағат, uniform, форма, мектеп формасы, school bag, мектеп сумкасы, lamp, лампочка, үстелде тұратын кішігірім лампочка. Енді осыны біз досымыздан сұрайды екенбіз. Мысалы, бірінші сөзі laptop, ноутбук. Where is the laptop? Ноутбук қайда? It's in the school bag. Ол сумканың ішінде. Суретке қарасаңыздар, ноутбук сары сумканың ішінде тұр. Енді clock,
Сағат қайда орналасқан? Сағат үстелдің үстінде орналасқан деп айтамыз. Where is the clock? It is on the table. Келесі, uniform. Where is the uniform? Форма қайда тұр? It is on the bed. Ол төсектің үстінде тұр. School bag. Мектеп сумкасы қайда? Where is the school bag? It is under the table. Ол партаның астында тұр. It is under the desk. Деп алайық. Lamp. Where is the lamp? It is on the desk. Деп жазасыздар. Осымен 35-ші беттегі тапсырмаларды орындап болдық. Бүгін сіздермен жаңа сөздер өткен болатынбыз. Соларды бір қайталап өтейік. Get up, ұйқыдан тұру. Have dinner, кешкі ас ішу. Go to school, мектепке бару. Come home from school, мектептен үйге қайту. Watch TV, теледидар көру. Have breakfast, таңғы ас ішу. Go to bed, ұйқыға жату. Do my homework, үй жұмысын жасау. In front of, алдында. Between, арасында. On, үстінде. In, ішінде. Under, астында. Laptop, ноутбук. Clock, сағат. Uniform, форма. School bag, сумка. Lamp, лампа. Дәл осындай сөздерді өттік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар, және де менің каналыма тіркеліп өздерінің достарымен бөлісуді ұмытпаңдар.